Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заманауи картографиялық әдістер. Жалпы бүгінгі таңдағы картографияның алдында тұрған маңызды міндеттерінің бірі карта мен атластарды қолдана білуді үйрететін картографиялық әдістерді жетілдіру. Картамен жұмыс жасаудағы ең негізгі әдістердің бірі картометриялық әдістер. Бұл әдістің көмегімен карта бетінде ұзындық, аудан және көлем өлшемдерін есептеуге болады. Бұл өлшемдер арнаулы картографиялық құралдардың көмегімен жүргізіледі. Картографиялық құралдарға біз курвиметр, палетка әдісі, планиметр және транспортирді жатқыза аламыз. Курвиметр латынның иілу деген сөзінен алынған, яғни карта, план және сызба бетіндегі ирек, иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құрал. Екінші планиметр. Аудан өлшемін алу планиметр көмегімен жүргізіледі. Ол өзара жалғасқан екі тіректен тұрады. Оның біреуінің басы қозғалыссыз, ал екінші басынан қажетті нысанды айнала қозғалатын ине орнатылған. Нысанды толықтай айналып өткен кезде есептегіш құрал бетіне сан көрсеткіші жазылады. Үшінші палетка. Тең шаршыларға бөлінген мөлдір пластина. Карта бойынша аудан өлшемін алудың кең қолданылатын және ең қарапайым жолы. Заманауи картографиялық әдістерге біз электрондық карталарды, картографиялық анимацияларды және географиялық ақпараттық жүйені де жатқызамыз. Электрондық карталар дегеніміз түрлі деңгейдегі бағдарламалар мен техникалық құралдардың көмегімен қолданыстағы шартты белгілер жүйесін тиімді пайдаланатын сандық карталарды айтамыз. Жалпы қазіргі таңдағы электрондық карталардың түріне Google Maps, GeoGraph-Keys, MapInfo Professional және Google Earth бағдарламаларын жатқыза аламыз. Заманауи карталардың ішіндегі ең көп қолданылатын, ең қарапайым түрі Google Maps деп аталады. GeoGraph-Keys бізде кеңістікке қатысты ақпаратты құрастыру, редакциялау, сақтау, бейнелеу және де талдау функцияларынан тұрады. MapInfo Professional жалпы нақты орны анықталған және кеңістіктегі байланысы бар геонысандарды өңдеу және оларды сараптама жасау үшін қолданады. Google Earth бағдарламасы, яғни виртуалды глобус, немесе географиялық ақпараттық жүйе деп те атауға болады. Жер ғаламшары жалпы өте күрделі құрылым. Ғаламтор пайдаланушылары бұл бағдарламаның арқасында өздерін ғарышкер ретінде сезіне алады. Қорытынды, жоғарыда атап көрсетілген барлық озық технологиялар мен тенденцияларды тиімді пайдаланудың нәтижесінде 21 ғасырда география мен картографияның бір тұтас жүйеге кіріктіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, кез келген өте үлкен ауқымдағы кеңістіктегі ақпараттарды ең жаңа технологияның көмегімен жедел әрі шынайы өңдеуге барлық жағдай жасалады. Ендеше тапсырмалар, бекіту сұрақтары. Картометриялық әдістер көмегімен қандай мәлімет алуға болады? Өлшем жұмыстарын жүргізу үшін қандай картографиялық құралдар қолданылады? Геоақпараттық картографиялау дегеніміз не? Карта бойынша тағы да қандай картометриялық көрсеткіштерді анықтауға болады? Электрондық карталардың дәстүрлі карталардан басты айырмашылығы қандай? Картографиялық анимациялар бізге қандай ақпараттар береді?